Салют достар, қалайсыздар? Сіздермен экранда Шерзат Абдуллаев. Бүгінгі сіздермен сөйлесетін тақырыбымыз бұл негізінде сетевой бизнесқа қандай адамдар келеді. Вообще-то сетевой бизнес кімдердің бизнесі, кімдер жасайды деген тақырыпта сөйлесетін келіп отыр. Өйткені бұл тақырып көп адамды қызықтырады деп ойлаймын. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. И осы видеоны егер пайдалы болып жатса, өздеріңіздің достарыңызға, таныстарыңызға и командаларыңызға да жіберіңіздер, чтобы олар да білсін. Действительно сетевой бизнесқа кімдер келеді и кімдердің бизнесі бұл сетевой бизнес. Мысалы, былай айналамызға қарайтын болсақ, традиционный бизнестер қазір өте көп. Мысалы, традиционный бизнес бастау үшін сізге қомақты ақша керек болады. 2 миллион, 3 миллион, 5 миллион, 10 миллион деген сияқты. Вот ондай бизнестарға адамдардың көзқарасы серьезный болады. Дұрыс па? Серьезный. Өйткені ол жерде үлкен ақша тігіліп жатыр, мысалы, бүкіл фокусында, энергиясында, күшінде, уақытында сол бизнесқа салады адамдар. И или болады, или болмайды. Потому что ол жерде риск бар. Ал сетевой бизнесті адамдар несерьезный бизнес деп ойлайды, потому что ол жерде миллиондаған ақша салынбайды ғой. Ол жерге какой-то арзымайтын бір 300, 400, 500 доллармен сіз бизнес құра аласыз. Сондықтан оны анандай ақшасы бар қалтасында сондай адамдар ол бизнесті несерьезный деп ойлайды. Негізінде нағыз бизнестің қаймағы осы сетевой бизнесте. Потому что бұл жерде риск жоқ, банкрот болып кетем деген. Ну ладно, все, оған тоқталдық. Енді кімдер келеді осы бизнеске? Осы бизнесқа шынымен де қиналса да, ақшасы жетпей тұрса да, ақшасы жоқ болса да, арзымайтын ақшаны тауып болса да, тек арманы бар адамдар келеді. Арманы бар адамдар. Арман барлық адамда бар. Бірақ та арманның нақтылығы қай дәрежеде? Мысалы, сіз біреудің көлік алып жүргенін көріп, жақсы көлік мініп жүргенін көріп, бізде сондай бір көлік алуымыз керек еді деген арман, бірақ нақты емес. Болмаса біреудің бір жақсы үйде тұрғанын көресіз да, ол мынандай үй бізге де болса я. Вот, армандайсыз, бірақ нақтылық жоқ. Ал егерде сол адам сол көлікті алып мініп жүрген болса, значит ол менің де қолыма келеді. Мен де жасай аламын, мен де мінемін осындай көлік. И сол арманыңызды мақсатқа айналдырып, пландап жұмыс жасасаңыз аласыз. Үйде тоже сондай. Ана кісі сондай үй алыпты, значит мен де ала аламын. Енді сондай арманыңыз нақты болса, арзымайтын 300, 400, 500 доллармен сетевой бизнес құра аласыз. Көрдіңіз ба, кімдер келеді? Қалтасында түкті ақшасы жоқ, бірақ та арманы нақты адамдар ғана келеді сетевой бизнеске. Вот сол арманмен келіп, ары қарай сол темппен жұмысты жалғастырады. Какой-то арзымайтын уақыттың арасында ол адамда жақсы нәтижелер болады. 2 жыл, 3 жылдың ішінде оның өмірі 180 градусқа өзгереді. Өзін артына былай қарайды да, артына өткен 2-3 жыл уақытқа қарап, мен неужели сол 2-3 жыл алдындағы өткен өмірдегі мен мысалы, мен Шерзатпын, қазір вообще өмірім басқаша ғой деген сияқты. Өздері көріп қуанады ондай адам. Көрдіңіз ба? Өйткені бұл жерде риск жоқ, минимальный арзымайтын ақшамен бастауға болады, и ең керегі арман нақты болады. Көрдіңіз ба? Вот именно сетевой бизнес сондай адамдардың бизнесі. Бұл жерге менің қалтамда ақшам бар, мен үйтіп жіберем, бүйтіп жіберем деген адамдар емес. Наоборот, қалтамда ақшам жоқ еді. Бірақ та арманым бар, нақты. Мен қол жеткізе аламын ба соған? Мен жұмыс істеймін, қашпаймын жұмыстан. Түн күн болса түн күн істеймін, бірақ та арманыма қол жеткізуім керек деген адамдар ғана сетевой бизнестен үлкен нәтижеге қол жеткізеді. Ал который жаңағыдай бізге де сондай болып қалсайды, ана істеп жатыр екен ғой, мен де көре салайыншы, болса болды, болмаса жоқ деген адам 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл жүреді, никогда ақша таппай сетевой бизнестен. Көрдіңіз ба? Сондықтан қазір сетевой бизнестің дәрежесін көтеріп жатқан адамдар бар, который өздеріне сеніп, арманының нақтылығына сеніп, болашағына сеніп, сетевой бизнесте нәтижеге жетіп жатқан адамдар бар. Ал который өздеріне сенімсіз, жұмыстан қашады, әйтеуір жеңіл ақша іздеп жүретін адамдар сетевой бизнеске келеді де мүлдем жұмыс жасамайды, аспаннан ақша түсе береді деп ойлап қалады. Жұмыс болмағаннан кейін не айтады? Сетевой бизнес лохотрон болмайды, косякка кіресің. Вот осындай адамдардың кесімінен сетевой бизнестің де дәрежесі түсіп те жатыр. Түсіріп жатқан адамдар бар сетевой бизнестің дәрежесін, көтеріп жатқан адамдар бар сетевой бизнестің дәрежесін. Сондықтан достар, сетевой бизнесті именно сондай адамдар жүргізіп алады. Егер осы видеоны көріп отқан сіздің де арманыңыз нақты болса, жақын арада сіздің де үлкен нәтижеге қол жеткізетініңіз анық. Егерде жаңағыдай арманыңыз әшейін тілдің ұшында
мына жүрекпен, ішпен, бүкіл денеңізбен қаламасаңыз ол нәрсенің болуын, значит, сіз сетевой бизнесте жұмыс жасай алмайсыз. Лучше қазір өзіңіздің көңіліңізді болашақта түсіргенше, лучше қазір-ақ басқа жұмыс тауып, басқа жұмыспен айналысқаныңыз дұрыс. Егер арманыңыз нақты болмаса. Вот, пожалуйста, достар. Енді сіздер түсіндіңіздер деп ойлаймын, именно сетевой бизнес қандай адамдардың бизнесі екен деп. Көрдіңіздер ғой. Сондықтан осы видеоны егерде шынымен де пайдалы болып, сізге көмегі тиген болса, адамдарға, достарға, командаларға жіберіп қойыңыздар. Ал егерде пока что команда жоқ болса сізде, пока что әлі сетевой бизнес таңдап жүрген болсаңыз, ойланып, толғанып жүрген болсаңыз, біздің командаға келіңіздер. Нөлден бастап сізді аяққа тұруыңыз үшін көмектесеміз. Сізге қол ұшын созамыз, бүкіл системамен таныстырып, оны үйретеміз. Былайша айтқанда сізді жақсы нәтижеге шығаратын боламыз. Тек арманыңыз нақты болса болғаны. Осы видеоның астында менде WhatsApp ссылкалар болады, Instagram парақшалар болады. Сол арқылы менімен тікелей байланысқа шықсаңыз болады. Кез келген сұрақтарыңызға біргелікте жауап іздейтін боламыз. Видео жаққан болса, достар, сіздерге лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Көбірек сохранить жасаңыздар, видеоны таратыңыздар. Иншалла, қолымыздан келгеннің барлығын көмекпен жасай отырамыз. Келесі кездескенше сау болайық.